1688-де бұрын-соңды болмаған жаңалық. Ол қандай? Банк картасы арқылы төлем жасауға болады. Яғни Қазақстанның банк картасымен төлем жасасаңыз болады. Ол үшін кез келген тауарыңызды алып, ішінен нешеуін алатыныңызды таңдайсыз. Мысалы, мен мына жерде балалардың носкиін таңдайтын боламын. Таңдағаннан кейін астың жағына қарай түсіп, қызыл кнопканы басамын. Енді осы нені басқаннан кейін картаның суреті тұрады, соған барып, өзіңіздің банк картаңызды тіркесеңіз болады. Мысалы, 16 цифрын жазамыз, одан кейінгі картаның срогын, кодын барлығын жазып, қызыл кнопканы басамыз. Мысалы, Каспийден төлейсіз ба, Халық банкінен төлейсіз ба, ары қарай төлеміңізді жасасаңыз болады. Мінекей, маған қазір код келеді. Төлем жасалды. Енді мен өзімнің кабинетіме барып, жіберген товарды, төлем жасаған товарды көретін боламын. 5 жұпқа берілген осындай товар шықты. Менің каналым ұнаса лайк басып, пікір жазып отырыңыздар.